Сәлем достар, біздер бүгін тауықтың төс етінен өте дәмді тағам дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, колокольчикті де басып қойды ұмытпаңыз. Алдымен картопты осылай жіңішкелеп турап аламыз. Осылай турап аламыз. Одан кейін оның үстіне паприка, тұз, орегано салып, және май қосып араластырамыз. Және қарабарышты да ұмытпаңыздар. Осылай жақсылап араластырып, бір бұрышқа қойып қоямыз. Бұл дайын болғаннан кейін тауықтың төс етін алып, дәл видеодағыдай тураймыз. Осылай до конца турап тастамайсыздар. Тек бет жағын турайсыздар. Және осыған қарсы тағы турап шығасыздар. Тауықтың төс еті барлығы бүйтіп туралып қалмау керек. Міне дәл осылай шығу керек. Тағы да бір көсертіп шығайын. Осылай турап алғаннан кейін сұйық майымызға чеснок, тұз, бұрыш, паприка барлығын салып, араластырып, үстіне кішкене ғана соевый соус құямыз. Одан кейін пергамент қағазынан осындай лотка дайындаймыз. Сол лоткамызға ең бірінші астына картошкаларымызды салып шығамыз, жақсылап. Картошкамыздың үстіне тауықтың төс етін қойып, жаңағы дайындап қойған соусымыздан құямыз. Яғни щетканың көмегімен осылай жақсып шығамыз. Барлық жеріне жететіндей етіп жағамыз. Бұл өте дәмді, сондай жеңіл тамақтардың бірі. Осылай жағып шыққаннан кейін противенімізге салып 180 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Пісіп шыққаннан кейін үстіне теркіден өткізілген сиырымызды салып 2-3 минутқа салып аламыз. Сиырымыз еру үшін. Мінекей. Қонақ келгенде де тез-тез дайындай салуға өте дәмді және көрнекті тамақтардың бірі. Осылай қалыңызша әсемдеп, дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Мінекей осымен біздің тағамымыз дайын, өте дәмді, жеңіл тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақмарал, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.